Қайырлы күн достар, мен бүгін тефтели жасап көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен 500 грамм майсыз тартылған сиыр етіне бір бас пиязымызды турап, күрішіміз 100 грамм күрішті бір қайнатып жеріп қосамыз. Күрішті міндетті түрде қайнатып қосыңыздар, сол кезде тефтели піскен кезде күріш арасынан үйежік құсап шығып тұрмас үшін. Және де тефтели пісірудің ең бір құпиясы майсыз фарш таңдағандарыңыз дұрыс. Сол кезде тефтели жарылмай әдемі болып піседі. Дәміне қарай тұзын бұрышын салып, осылай тефтелиімізді дайындап аламыз. Және де бір бас пиязбен бір сәбізімізді осылай қуырып, әдемілеп томатын салып, специяларын салып, су құйып қайнатып, қайнағаннан кейін барлық тефтелиларымызды саламыз. Тефтели орташа батып тұру керек. 5 минуттан кейін келесі бетін аударып, 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Осы аралықта біз пюре дайындайтын боламыз. Гарнирді өз қалауыңызша дайындасаңыз болады. Мен пюре жасадым. Осылай картошкамызды қайнатып, қайнағаннан кейін тұзын салып, пісіріп аламыз пюрені. Үстіне бір қасық піскеннен кейін сары маймен кішкене сүт құйып араластырып, осылай гарнир дайындаймыз. Дайын болған тағамдарымызды тарелкамызға салып, осылай әдемі етіп ұсынамыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.